Наруто! Саске! Акацуки. Пап, сен не Наруто көресің бе не? Прикинь, я. Көтіңсия! Растан шапалақ. Эй, Чапок, давай біз мамам барып қан ішеміз. А давай. Мам! Не болды? Наруто! Мен және де гопник. Братчики анық, бер кел. Кім, мен ба? Не, басқа адам көріпсің ма не? Жоқ, таңда оң аяқ па, сол аяқ па? Ортаңғы? Сен не прикол ұстапсың, әкел телефонды. Неге? Балға мен шеге, көтін тасқа еге. Мен және де Алмас салып берші. күтпеген жағдай. Балам, мына ойыншықты қайдан алғасын? Ол менікі. Ой, шешең тарақ екен ғой. Алло. Көтберген осырақ қызы сіз ба? Төбелес қалды? Қойшын ба не? А так что, духовисың? Просто қазір мама көтімді айыр жүрмесе болды. Хорошо. Қазір көтін айырамыз. Ей, әкің ауысты. Менде нең бар? Еще даусыңа не болған? Білесің бе? Негізі мен қыз емеспін. Мен ұлмын. Мені кім туды сонда? Шынымен де. Қалжыңдап жанды бақ, просто шашын қысқарт сағым ба? Жүрегім. Ал сен жатылақ иманды оқи бер. Мен және де мама. Түннен қалай жаттаусы болады? Не болды саған? Тақпағым жатпай алмай атыр. Лох. Туй, мам. Туй, не болды саған? Өлейін деп отқан мысықтар ұқсап. Көмектесші маған. Қандай тақпақ? Аяз ата туралы. Мұнда 4 ақ шумақ қой. Барда қайталады, жаттап алып кел. Хорошо, мой повелитель. She had to know. Мен дайынмын. Давай, айта бер. Сағысыңай. Аяз ата келіп тұр. Now wanna go. Бізге көтін беріп тұр. Өтірік сақал тағып алған. Көтін айыр жерін келіп тұр. Мұн болдың. Хорошо, бара бер. Өтірік ұрындыра сағасың ба? Тоқта, не дедің, қайтадан айт. Мен уже ұмыт қалдым. Мен және де сиқырлы шайнек. Чапок, жүрсей, чай ішеміз. Мен ойын ойнап жатыр, маған мешет етпеш. О, шешем. Сонда не, сен қазақ емессің ба не? Не дедің? Сен менің қазақ екенінде сомнением болмасын. Настоящий қазақтар чай ішеді. Чай ішпесе бас ауырады, білесің ба? Солай ма? Жарайды онда, жүр. Тоқта, мына шайнекте білесің ба не деп жазылып тұрған? Мені оқалаңдар дейді. Еріккен сарт енегін оқалайды демекші. Мұнаны да оқалау керек па тағы? Тоқтас, немен дейді? Оқала дейді. Мен мұна шайнектің ішінде болғаныма 1000 жыл болды. Сендер ма мені босатқан? Ебайт наху. Сен кімсің тағы? Тоқта, Чапок. Сен біздің енді 3 тілегімізді орындайсың ба? Не қоясы, арманда кеттіңдер оны. 3 емес, 1. Бля, бірақ тілек дейді. Чапок, не істейміз? Давай екеміз сулифа ойнайық. Давай, сулифа. Мен жең кеттім оны. Так, мен қояйын тілегімді. Тоқта, 3-ке дейін давай. Жарайды, ағам болғаннан соң ғана. Сулифа. В общем, менің тілегім... Ал шатла. Шерлок Наскибек. Менің атым Шерлок Наскибек. Неге менің атым Шерлок Наскибек дейсіздер ме? Просто мен бүгін жарты жыл бұрын жоғалып кеткен носкимді іздеймін. Носкиді ең біріншіден диван астынан іздеу керек. Немесе мынандай жерлерден де іздеу керек. Немесе пылесостың ішінен. Іздеу барысында біз бұл носкиді мына жерден тауып алдық. Мынаның тісіген тесік қой. Ал бұның кім дескенін 1 сағаттан соң біле аласыздар. 1 сағаттан соң? Ал енді біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Біз жаңа тесік носкилерді тапқан едік. Логикалық жағынан қарасақ, оны тышқан, яғни крыса тесіп кеткен секілді. Ол крысаны табу үшін біз крыса секілді ойлауымыз керек. Что-то не oldu? Ой, жаман ойлар келіп жатыр. Басқа кетесің ойлай кеттің бе? Походу. Біз ана крысаны таптық. Ол крысадан допрос жасадық. Экспертиза барысында крыса ол емес сенің досың екенін білдік. Ал носкиді жыртқан мен екен. Досыңмен Free Fire ойнаған кезде. Пачинкиға секірсей. Мен пикқа секіремен, пиздец ойнаймын ғой білесің ғой мен. Давай.
қуатты. Алғылай бермеші. Сукен нахуй не шумите, блядь. Жігіттер ойнамаңды, Зайба көтереміз қазір. Бәріне көтермеппін ғой, Зайба. Вообще ойнап білмейсің, агрошкольник. Ауыз жапшы вообще. Я нахуй. Кім агрошкольник? Кім? Точно мен емес, точно бүркіт аға емес, ол вообще көгілдір. Сенсің? Мен ба агрошкольник? Мен ба? Зайбал айттым ғой осы жау отыр деп. Бля, дузиннан тыстым ғой, деге келаттыр мен, күтетім да, деге. Ебать, неге ұрасың сен оны? Мен ғана ұралам ғой, мен досым ол жалғыз. Аузын жапшы, Павловский. Тыныштас. Осыдан соң мен ешқайсылар мен ойнамайын. Ну нахуй, блядь. Бля, блатан не істейсің бутылканы? Сукема сені. Досыңмен фрифа. Да ну нахуй. Что там, бля, не болды? Сен қуасың ба, сен әлі білмейсің ба не? Нені? Тұлбайып қара көмікті отсың ба? YouTube парақшаны ашатын болсаң, TikToктағы балалар 3 деген серия шықты. Ебать, давай көрейік. Поехали. Да ну нахуй. Короче, жаңа пиздец лайфхак көргесің. Бітесіңдер қараңдар. Аласыңдар. Мана 10 аяқтыр ғой. 10 аяқты бітіп алдыға басасыңдар. Содан кейін, енді сол аяқ бар ғой, по-любому 10 аяқ болғаннан соң. Или жоқ па сенде. Короче, сол аяқты алдыға бітіп басасыңдар, сігілесіңдер. Анар, Мен және де отбасым. Мам, қандай кино көреміз бүгін? Қайдағы кино, біз аниме көреміз. Жарайды, қандай аниме көреміз? Амбалдардың чабуылы. Ол не тағы? Атака титанов қой. Жоқ, жан, мен келіспеймін. Бүгін біз Наруто көреміз. Наруто! Саске! Мен бұмен келіспеймін. Біріншіден, мен балалардың бәрін көтін жуам. Екіншіден, мына бүткіл үйдің нәрселерін мен жасаймын ғой, құдай-ау. Мен де семен келіспеймін. Мен бұл үйдің отағасымын. Отағасы бол, қотағасы бол, маған бәрібір. Не сонда маған әңгіме айтқың кеп тұр ма? Сен оттамаш осы. Ойбай, жағын сындырдым ананың. Наруто көрейікші, мам. Мен және де қонақтар келген кезде жеті. Балам, қонақтар келді. Оңбағандар үйінде тамақ жоқ па немен келе береді? Спер одной, тосып аламыз кәз. Мақұл, давай. Ассаламу алейкум, қалайсыңдар, жамағат? Келе бересіңдер ма? Жоқ екен сендер де қанағат. Ой, балам, енді ашуланба. Қонақтың аты Ой, қонақ. Білген папа, сенің де нервің шыдамайтынын. Бүкідағы көріп тұрғаныңдай сіз новый киім сатыпсыз. Иә. Мен сізді бомж десем, неғып көгілдір свет алмағыз. Баламмен келісем, жарасып кетшеді, отвечаю. Что там не істейміз? Давай бір өлеңнен сік жасау жүрсеш. Ой, кешірім шатлақ күлтәте. Мен тік деген сол қайда білем. Бұл жырамай тез тапсаш. Гитараны. Қонақтар келген кезде қалам жүр, анарды көрсет. мен және де інім. Чорт. Бары сүт төшесіз. 100 теңге. Көтіңе тығайын деп пе 100 теңгені? Жоқ. Бизнес ашайын деген ғой. Жарайды, өзім өшіре салам. Арып тұршы. Басы қақпайды осы кайзол. Өшір. 100 теңге. Я не понял. Махаться будешь со мной? До крови до смерти. Жоқ, жай 100 теңге бересің деді, по идее. Жарайды, берейші. Чатлақ? Не? Нюхай, бэбр. Блять, мен сені түсініп атқан жоқпын, қуасың ба, не айтып атсың? You have problems, bro? Немен дейді? Проблема деген сөзді ғана түсіндім. What do you want from me? Так, from деген ол мемлекет вроде бы. I'm from Kazakhstan. Ой, блядь, читинг. Nice to meet you. Анаң. Чё там не болып отыр, неғып звондады маған? Шатлақ. Шапук, сен как раз келдің. Сен ағылшынша жақсы білесің ғой? Мен біраз тілді білемін ғой, білесің ғой? Қазақша, русский, инглиш, туркиш, өзбекча, там арабча, в общем, понимаешь, да? Көттек бістер. Что за хуйня, бля? Мен ағылшынша түсініп кеттім міне. Не дедің? What do you need, bro? Бля, тоқта, сен бізді білесің бе не деген жер? Не деді бізді? Анау бізді қотақ бастап отыр. Пошел!
I'm sorry. So sorry. Мен вообще қатысым. Жоқ, братан. Сосын, короче, кеше біреу... Папа! Құдай сақтасын! Не ол деймен далада мысықтар перісіп жатыр ма десем? Не оқал балам? Туалетте отырып едім, біреу көтімнен чымчып алды. Да ну сонда туалетте бұжай жүр ма не? Походу анандай бүжай ғой дейм. Қандай? Голубой. Ондай бұжайлар болуы мүмкін емес. Қазіргі заманда бәрі мүмкін. Жүр тексеркелік. Жүр енді тексеркелік. Жүр. Ла-ла-ла-ла-ла. Ойбай! Мынау біздің көгілдір бүркіт қой. Түрін сіген шоштық адамды. Өзге өтім жібірейті қалды шынымды айтсам. Ей, бала, Я қожайын. не нау еке? Кешірші әке. Кешірші мені. Ендігері қайталанбайды. Мен саған сеніп жүрмін ғой. Кешірші. Бар құры бар оқыса. Еші. Не нау екі? А? Оқымайсың ба сабағынды? Неғып екі алып жүрсің сен? Не болды? Неғып екі алып жүрсің сен? Қашан? Кім? Мен? Сіз ба? Қақтағы мен сен алып жүрсің екі. Неғып алып жүрсің екі сабақтан? Короче, ана біздің ағай голубой ма бір нәрсені аламды басымнан бүйтіп ұстайды, аламды шапалақ берем оны. Қалып тұрған соң екі қойып берді. Онда жарайды онда. Молодец. Уақыт жоқ сабақ оқу. Неғып өтірік оқып жүрсің сен? Сабағына екі апсың ғой, шүгіл. Сабағына екі апсың ғой, шүгіл дейм. Жоқ, мен сабағымды оқу жүрмін ғой. Кәні оқып жүрсің, көрсетші ал. Міне, біздің ортанша ақсайды. Кете құры бар. Оқы сабағында бар, құры бар. Мен және де батя. Пап. Пап дейм, пап. Не болды өлейін деп атқан мысықтар ұқсап? Мен мынандай сыбыс естідім. Қандай және де кімнен? Мамадан. Қандай сыбыс? Сен зарплата алыпсың ғой. Иә, и чо? Мен саған бір фокус көрсетейін деген ғой, 20 мың теңге берші. Ал көрсет, мә. Ал енді қара. Ақалай. Көрдің ба? Базар жоқ. Енді давай мен ақшам қайтар. Қара, тағы бір фокус. Ақалай. На бала қайда кетті? Ақшасын бер кеткесін біз ата-анасы оятатын болдым. Папаңмен сабақ оқыған кезде. Чатлақ, әкел күнделігін көрем. Ойла, пап, көрмей ақ қойыншы. Бол әкел дедім бе, әкел. Мә жарайды, мә. Топасын ол журнал ғой. Мә жарайды, мә. Басың істеме, немен маскын салғасың? Мен Көтберген осырақ қыз ғой, сөйтіп салындар деген. Ойбой, нау амбал дей тұрған екін айтсаш, нау не? Онда Көтберген осырақ қыз қойып берді. Атам қазақ айтқандай, если тебе поставили двойку, влепи ей тройку. Оны үш алған кезде айтушы еді ғой. Қоттағыма, не маған әңгіме айттың кеп тұрма не? Жоқ, пап. Ошым ертең барасын.